Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен ашыған сүттен осындай үлпілдек жұп-жұмсақ болатын булочканың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жылы ашыған сүтке ашытқыны және 1 ас қасық қантты және 2 ас қасық ұнды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бетін жауып 20 минутқа жылы жерге қалдырамыз. 20 минуттың ішінде біздің ашытқымыз көтеріледі. Міне осындай көпіршікті болады. Оның үстіне 120 грамм қантымызды және де жылы суды 50 мл және жарты шай қасықтай тұз, ванилин және күнбағыс майын барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң електен өткізіп алдын ала дайындап аламыз. 600 немесе 650 граммдай ұн қажет болады. Біреулерге бұдан көп немесе аз болуы мүмкін. Ұнның сапасына немесе басқасына байланысты болып келеді. Барлығын ұнның бірден салмаймыз, аз-аздан сала отырып, осылай жұмсақ қамыр илейміз. Міне осындай тығыздығы орташа жұп-жұмсақ қамыр дайын болып шыға келеді. Осының барлығын жақсылап иіқанғанша илеп, бетін жауып, жылы жерге 1,5-1 сағат немесе 2 сағатқа қалдырамыз. Міне біздің қамырымыздың көлемі 2 есеге ұлғаяды. Ешқандай да баспаймыз. Қамырды алып, кішкене бөліктерге бөлеміз және әр бөлік 70 граммдай болу қажет. Теңдей бөлгеніміз дұрыс болады. Яғни булочкамыздың барлығы бір-бірдей болып шығады. Міне осылайша 70 граммнан бөліп шығамыз. Барлығын дөңгелетіп, осылай дайындап аламыз. Және де достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жаңа рецепттер арнамда болған кезде сіздерге алдын ала хабарлама келеді. Әрбір видеоның астына лайк басып, комментарий жазып, өздеріңізді қолдауларыңызды білдіре отырыңыздар. Бұдан өзге де рецепттер менің каналымда бар. Міне енді әр шарикті осылай ұзыншалап созамыз. Одан кейін булочканың кез келген формасын дайындауға болады. Мен осы әдіспен жасаймын. Сіздерде жасап көрсеңіздер болады. Осы әдіспен өте оңай, әрі гүл секілді осындай болып шығады. Барлығын дайындап болғаннан кейін пергамент қағазы төселген осы противенге барлық булочкаларымызды бір-бірінен алшақ етіп орналастырамыз. Бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа қалдырамыз. Одан соң бір жұмыртқаны жарып, шайқап, әрбір булочканың үстіне жағып шығамыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне осылай жұп-жұмсақ болып шығады. Ашыған сүттің ешқандай дәмі білінбейді. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.